Алмалы ауданында халық қатысатын бюджет бағдарламасын қаржыландыру ұлғаят. Бүгін аудан азаматтармен кездескен Ерболат Досаев Алмалыға қосымша 875 миллион теңгенің бөлінгенін жеткізді. Қоғамдық кеңістікті абаттандыру мен жол инфрақұрылымын дамытуда мақсат еткен бағдарлама аясында осылайша биыл тағы 35 жоба жүзеге аспақ. Тұрғындардың талап тілегі тыңдалған жиыннан әріптесім Мадина Оқастың бейне материалы. Розыбақиев көшесінің бойында орналасқан мына базар санитарлық талаптарды сақтамайды. Осылай деп шаһар басшысына шағым айтқан тұрғындар бұл аумаққа иелік ету уақытының да өтіп кеткенін жеткізді. Олардың айтуынша, сатушылар қоғамдық тәртіпті сақтамайдымыз. Ал күні-түні үзілмейтін көпшілікті қызықтыратыны мұндағы бағаның арзандығы. Ол сатушылардың жалға алуын төлемейтіндігінен болып отыр дейді тұрғындар. Различные насекомые, которые залетают в окна. Үйге шыбын-шіркей кіреді. Орнатып қойған биотуалеттің иісі енді сұмдық. Терезені ашудан қалдық. Ет, шұжық өнімдері сатылып жатқан жерде қоқыс үйіліп тұрады. Сатушылардың тауарды сақтайтын мұздатқышы да жоқ. Біз айта-айта шаршадық. Адам сияқты таза, тыныш жерде өмір сүргіміз келеді. Қала әкіміне де тиісті орындарға да аталған мәселе жақсы таныс. Ерболат Досаев бұған дейін сол базарға өзі жеке барып, жағдайға куә болып қайтқанын айтты. Ал шешім әділ әрі екі жақты тиімді болуы үшін қазір іс қаралып жатқан көрінеді. Я подписал необходимое постановление об изъятии. Тіркеу туралы қаулыға қол қойғанмын, сол маңдағы дүкеннің иесімен ортақ келісімге келгенбіз. Ол өз қаражат есебінен аумақты ретке келтіретінін айтқан. Біз үшін қазір ең бастысы жерді қайтарып алу. Бұл іске қатысты сот шешімін күтіп отырмыз. Тұрғындар бұл аумақтың абаттандырылып, серуендеуге жағдай жасалғанын қалайды. Ал азық-түлік алу үшін жақын маңдағы көтерме сауда орталығына барып жүрміз дейді олар. По стихийной торговле, пожалуйста, департамент полиции, управление полиции района, правила приняты же, Алексей Ильич, так я помню, правда же? По торговле. Да, так точно. В соответствии с этой торговлей вы обещали же привести порядок? Ну, вы придите, приводите порядок. Все есть. Хорошо. Только не разовую акцию. Сделайте так, что все, что не положено, то не должно бы работать. Осы сияқты шешімі шығып түйіні тарқаса деген мәселе бүгінгі кездесуде көп айтылды. Аудандағы инфрақұрылым, көлік тұрағы мен көріктендіру жайын қозғаған азаматтар 2 сағатқа жуық уақыт ішінде көкейдегі сұрақты қойып үлгерді. Бізде КСК болды да, КСК ұзақ уақыт қолға ақша жинап, лицевой счетымыз жоқ болды, фискальный чек жоқ. Солай 27 миллион бізді қарызға кіргізді, жатақхананы приватизированный. Енді сол қарыздарын энергосбытқа барып, тұрғындарға бөліп тастаған. Ол қалай? Бізде 1 жыл болды лицевой счет ашылғалы. Енді біз энергосбытқа звондап аты жөнін сұрасақ, ол кісі айтпайды. Флора деңіз болды дейді. 1 айдан кейін светтеріңді өшіреміз дейді. Баяғы болған общежитие сіздердің үйлеріңіз болды енді. Үйіміз бізде. Алдында болғаннан кейін енді қазір енді жиналған қарыздары бар басқасымен. Бірақ КСК-ның бастықтары енді ұрлаған ақшасы болса, төлемеген энергосбытке. Онда заявление жазыңыздар. Жазғаннан кейін жазып, возбуждать делать будем. Басқасымен жаңа мен тексерейін, онда не қойын. Алмалы ауданының азаматтары мен қала әкімінің кездесуі биыл осымен 2-ші рет өтіп отыр. 200-ге жуық адам келген жиында тұрғындар өз сауалдарын жазбаша жолдауға да мүмкіндік алды. Айта кетейік, шаһар басшысының келесі кездесуі Наурызбай ауданында өтеді. Мадина Оқас, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.